Бірінші кезекте ТК НС Edu KZ сайтына кіріңіз. Қазақ тілін таңдап, мектепке түсу бөлімін басыңыз. Экранда көрсетілген сілтемені басып, қазақ тілін таңдау арқылы өз қалаңызды тауып, брондауды басыңыз. Ең алдымен тіркеу жасаймыз. Пайдаланушының аты мен пошта енгізіп, жаңа пароль жазамыз. Парольдің дұрыстығын тексеру үшін қайталап жазыңыз. Не робот батырмасын басу арқылы тіркеуді аяқтаңыз. Тіркеу сәтті аяқталғандығы туралы поштаңызды тексеріңіз. Тіркеген поштаңызға келген хатты көріңіз. Тіркеу сәтті аяқталды. Сілтемені басу арқылы поштаңыз бен пароліңізді енгізіп, яғни робот батырмасын басып кіріңіз. Қазақ тілін таңдап, өзіңіз таңдаған қаладағы брондауды басыңыз. Сынақ тестін тапсыратын мектепті таңдап, бос орындар санын көріп, брондауға көшіңіз. Қатысушының атын, тегін, ЖСН-ін, яғни жеке сәйкестендіру нөмірін, кері байланыс алу үшін өз телефон нөміріңізді енгізіңіз. Төлемді онлайн түрде және банк бөлімшелері арқылы екі түрде жасауға болады. Егер төлемді банк бөлімшесі арқылы жасасаңыз, брон алған күннен бастап 2 жұмыс күні ішінде төлем жасауларыңызды сұраймыз. 2 күн ішінде төлем жасалмаса, сіздің орыныңыз сақталмайды. Ұсыныстың шарттарын оқып, келісемін батырмасын басып, тапсырысты растаймыз. Онлайн төлем жасау үшін карта пайдаланушысының атын, карта номерін, қызмет ету мерзімі мен арт жағындағы 3 сандық CVV кодын енгізіңіз. Өз поштаңыз бен телефон нөмірін жазып, оплатить, яғни төлеу батырмасын басыңыз. Сіздің төлеміңіз қабылданды. Сайтқа қайта оралу батырмасын басу арқылы брондау және нәтижелер бөлімін таңдаңыз. Оқушының өз орны брондалғаны туралы рұқсатнаманы көре аласыз. Назарларыңызға рахмет.